Сәлем құрметті тыңдармандар. Библия хабар эфирінде Павлодар облыстық арнайы кітапханасының «Кітаппен дос» подкаст жобасының бөлімі. Назарларыңызға 2023 жылдың мамыр айына арналған кітапхана іс-шараларының хабарландыруын ұсынамыз. 3 мамырда Отан қорғаушылар күніне орай еркін елдің ұланымыз патриоттық сағаты мен тақырыптық кітап көрмесін өткізу жоспарлануда. 4 мамыр күні кітапхана қорындағы Ұлы Отан соғысы туралы кітаптарға арналған аудио кітап трейлері мен «Кітаппен дос» подкаст жобасының кезекті эфирі «Кітап сөресі айдары». 5 мамыр жеңіс күніне арналған «Жырлаймыз ұлы жеңісті» атты мерекелік концерті және тақырыптық әдебиет көрмесі. 9 мамыр күні кітапхананың әлеуметтік желілерінде 2 дүниежүзілік соғыстың павлодарлық батырлары Катаев, Йолгин, Нуркин, Иллистратов туралы онлайн бейне сұхбаты шығады. 10 мамыр Павел Васильев әдеби бірлестігінің мүшесі Игорь Минаковтың туғанына 90 жыл толуына орай Минаков туралы естелік кездесу кеші. 16 мамыр Тифло комментарийлер мен Нұрсәуле кинотерапиясының кезекті көрсетілімі. 17 мамыр Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 70 жылдығына арналған ақпараттық сағат. 18 мамыр белгілі жерлесіміз, әдебиет танушы, журналист, суретші Сергей Алексеевич Музалевскийдің 90 жылдығына арналған дауыстап оқулар. 19 мамыр алтын оймақ, қолөнерді ұнататын жастарға арналған шығармашылық шеберлік сабағы. 25 мамыр Естай Беркімбаевтың 155 жылдығына арналған әдеби танымдық кеш. 27 мамыр Халық радиосының 100.5 FM толқынында Шамшырақ радио бағдарламасының кезекті шығарылымы. 31 мамыр Қасірет пен тағзым атты кітап көрмесі. Сондай-ақ бұл күні Библия хабар кітапханасының маусым айындағы қызметі туралы хабарландыру беріледі. Сіздерге ұсынылған арнайы кітапхананың ақпарат кеңістігінде мамыр айының жоспары. Бізбен бірге бос уақытыңызды жоспарлаңыз. Сіздерді Амангелді 17/1 мекен жайында күтеміз. Анықтама телефоны 34 89 93. Мәтінді оқыған Айнагүл Қожаханова. Эфирде қайта кездескенше аман болыңыздар.